Достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге күшті продажа ашатын боламын. Көбіңіз сұрағансыздар менен, бірақ қандай продажа не екенін кешке айтатын болам. Қазірше тыңдап алыңыздар. Жақсы жаңалық дейін ба, жаман жаңалық дейін ба? Бұл менің Қытайдағы соңғы айым. Жақын арада мен қайтамын. Сол үшін маған заказ беріп үлгеріп қалыңыздар. Ертең үлгермей қалып, ойласам Қытайда кезде заказ беріп алмаппыз демей, қазір мен бар кезде заказ беріп қалыңыз. Үлгермей қалдық деп жүрген қыздар, сіздер үшін тағы продажа аштым. Енді мен жақында қайтатын болғандықтан, мен Қытайдағы ең соңғы айым, мен бұдан кейін келмеймін. Ертең келгеннен кейін бере саламыз деген ой сіздерде болмасын. Сол үшін күніге маған жаздыру, қанша адам жүр, ашыңызшы деп. Осылай ашып тұрған кезде алып үлгеріп қалыңыздар. Өйткені мен қашан айтатын нақты айтпай қояйын, бірақ уже жақын арадан бастап мен мүлдем продажа қабылдамаймын, продажа ашпаймын и товар сатпаймын. Сол үшін үлгеріп қалыңыз. Қаныңыз татты да. Осындай ғой. Ай, жоғатас, татты келсе. Татты тұрбай мен чоң адам чақып кеттір. Иә, Татты тұрбайсыз ба деймін? осыны айтам. Кемпірлерге жазасыз ба? Кемпірмен қарайсың, кемпір емес, сөзім кемпір болып қалды. Кемпірлермен сүйлеспейсіз бе міне? Тап-татты болған соның. Көрейін деген көзім. Атын әліп тұрбайсыз ба? Привет, мен Байсеркедемін. Байсерке келіп отырған түрім. Қазір мама, жаңада мен мама көмектесіп, қазір мама кетем деді. Үйге кетеді, мен қалам жұмыста. Сол, бәрін тапсырып кетіп жатыр. Көп нәрсені ұмытып қаппын. Кесем, жаңа автобустан түссем, Байсеркеде ана жерде забор, жол арғы бетінің астында забор жасап тастаған. Көше тар болып қалған деймін ба, мына біздің көршілер не өзгерген деп қарап, шатыр жасап, кір жасап қойыпты. Байсер не білек кішкене узкий болып қалған ба көше, түсінбеймін, короче, сөйтсем ана жақта забор жасап қойыпты, бірдеңе ана жақта строить етіп походу, мына жақта біздің көршілер шатыр жасап қойыпты. Бізге дым өзгермеген, мама махорка қойып қойған, сатып продажаға